40 күн өтті өзіңсіз анашым, көңілде мұң, көзімізде жас қарашы. Өзің барда қайғы да жоқ, мұң да жоқ, жүрген едік бақытты боп жарасып. 4 ұлым сағынамыз сізді егіле, немерелерді іздейді қайда деп біздің әже. Анамыз жер бетінде жоқ дегенге сенбейміз біз, сенбейді мүлдем әке. Түн ұйқыңды 4 бөліп бізді өсірдіңіз. Біз үшін ауыр жүкті бір өзіңіз көтердіңіз. Аналық ақ сүтіңізді ақтап үлгермедік, енді ғана өмірде жетілгеніміз. Түсіне алмай қалдық па ана қадіріңізді, құшақтап жылап қалдық қабіріңізді, құлыным деп сипайтын алақаныңызды, сағындық біз құлыным деген өз үніңізді. Өзіңіздей қорған бізге бұл өмірден, табылмас өзіңізбен ғайып болды көзден. Бақыт болар үйреткен тәлім тәрбиеңізге, ақылыңызға анашым басымызды ем. Өзіңіз өткен ақ жол, ана бізге өнеге. Бізде жүреді алла жасы немереде шөбере. 7 ұрпаққа атыңызды алтын әріппен, өсиет қылып айтамыз зәуре шәуле. Ем қылғанды қазақ әуле дейді, дем салғанды да әуле деп қастерлейді. Әуле деп ел сеніміне ие бола білген, діндар адамды айтады тартқан елді дінге. Біздерді көптеген елді дінге бұрған, анамыз асыл заты әуле адам. 40 жыл еңбегі бар адам жанының, емі мен шипасына қызмет қылған. Төртеуміз 4 жақтан Құран оқып, ағайын туыстың дұғасын Аллам қосып, Фирдаус бағына анамыз орналасып, қауышсын ата бабамен жүрген тосып. Хош ана, қауышқанша өзіңізбен, мықтылық бер мұны өмірде төзімменен. Өзіңсіз дүние бір жарығы кем, жігерленеміз қайсар бол деген сөзіңізбен. Социал ерке сілдің биік жағасы, 62-нің аяқталу да қарашасы, 33 күннен кейін әке туған күніне қуаныш болып сәби туды зәуре шаты. Нұрлы жүзді, жарқын келбет сүп сүйкімді, зәуреш деген тауып қойған дәл есімді. Фатима қызын пайғамбар атайды екен, зәурешім деп бетінен сүйіп еркелетіп. Зәуреш, заты зерек, зор зердеге ие. Зәуреш атының өзі мағыналы үлкен кие. Атына заты сай, шаң жұқтырмай, өнегелі өмірмен өтті зәуреш әуле. Көшедегінің көріктісі, сүйкімдісі, қуанышқа толыйды барлық ісі. Ұшқан құс, қонған көбелек, өскен гүлге, қуанатын тәттеді сондай күлкісі. Ерекше жаратылған болмысы, білім жолын ұстанып болды кісі. Кішкентайынан өжет болды қайсар қыз, сомдаушы еді қасқайып тұрып мәншүкті. Тура сөйлеу, ақты ақ деп айта алу, қараны аққа бұрып райынан қайтару, әр адамға Алла кезіктірген жолында тура жолға қолынан келді тарта алу. 8 жылдық мектеп қазақша кіленбеске, орысша онда алтынға аяқта ғана есте. Қарағанды қайсар қызды қарсы алып, 79 жыл айналды зәуреш студентке. 6 жыл алтын уақыт бақытты, өмірінде сілтеді үлкен асыл бағытты.
Бірге жүрген құрбы құрдас қыз жігіт артта салды бүгін асқарлы алпысты. Жұптары жазылмаған 50 жылдай, құрбылар да отыр сағына жылай. Бұл өмірде бақытты зәурешіміз, достары болғанға дәл осындай. Куә болған әр жетістігіне қуана, алғысымыз өмірдегі шын достарға. 60 жыл әлі де алдарыңызда, бермесін қайғы мұңды шебер Алла. Қуанышты, қайғыны да бір бөліскен, дос құрбыларға алғыс айтам үлкен. Әр қайсыңызды үлгі қылып айтып жүретін зәурешіміз ақ жүрекпен шыр құрметтеп. 40 жыл биыл Кармуды бітіргенге, 40 жыл еңбек еткенге туған елге, 40 жыл көмек қылдың бәріне қолды келген, жарқырайды зәуреш өткен барлық жерлер. Өлшенсе алған биік медаль ордендермен, омырау толуған марапаты жүздеген. Бәрінен де ең қымбатты 40 жылда емдеген елдің еске алғаны жылы сөзбен. Бай демеді, бар демеді, жоқ демеді, алдына келген жан беріп шын емдеді. Ол аздай, заман сондай телефонмен, кеңес беру ешқашан еш үзілмеді. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассын. Жақсы сөзбен еске ал дейді, сауапқа жазсын. Солтүстік өңірдің бас дәрігері, жыл адамы, жүрегімізде өмір бақи зәуреш саф алтын. Қазақстанның 100 адамы кітабында суреті тұр жарқырап толы медальдарға. Республиканың денсаулық сақтау үздігі, орден медальға саусақ жетпес санауға да. Ерен еңбек, елге еткен елеулі үлес, адамдардың жан үшін қылған күрес. 40 жылда 40 мың адам емін алды, десем сөзіме Алла куә өтірік емес. Істеген ісін ыждахатпен, ықыласпен істейді. Зәурешіміз биік еді, оған кісі жетпейді. Қолынан да, ісімен де бәрін қыла аладың, сөзімен де жақсылықты шынайы дәріптейді. Ардақты ана, асыл әже, өсірген әулетінің, келіндермен жалғасын сәулетті ізің. Ерген ұрпақ, есемін аман өсіп өнсе, тура жүрсе, жаны тыш, жұмақтан жай табар зәурешіміз. Жан ұяда әр балаға жанын салып, өсірді барлығын азамат қылып, отағасын сыйлай білді Құдай қосқан, қазақ дәстүрмен бойдағы тұрған тынып. Құда болды, құдаларын құдайындай сыйлады. Құдалар өсірген келіндер де қызындай боп ұнады. Немере сүйіп, қуанышы қойнына сыймады. Шөбере көруді Алла зәурешіме қимады. Алла сіне шара жоқ, бергенін өзі алды. Жарқыраған жер бетінде зәурештің ізі қалды. Әр азамат еліне дәл өзіндей сіңірсеңбек. Болар қазақ жаһандағы адамзаттың алды. Ата-ананың арманын шығар алды биікке. Жақсылығын айтып бітіре алмаспыз тізіпте. Ана көрген тон пішер, әкі көрген оқ жанар. Ата-ана артқан орындалды бар үміттер. Зәуреш алғыр оқушы, зәуреш мықты студент. Жақсы дәрігер болып қылды 40 жыл қызмет. Досқа сыйлы, халыққа қалаулы, елге елеулі. Адамгершілігімен еленді шынайы құрмет. Ерекше сәби, сүйкімді қыз сұлу сіңлі, ақылды апа, жақын бауыр жан ізгі. Өз үйренді, шын бұрылды ниетімен, дінге бұрды, бірге туған бәрімізді. Намазын 5 мезгіл ұстаған оразасы, жатқа оқыды соңғы жылдар Құран хатым. Республика сайысы 2-ші орын, Құран оқудан зәурештің озды бәйге де аты. Көз алдымызда бар ғұмыры саналы, орындалды көптеген мақсат армандары. Дегенмен армансыз адам қанатсыз құс. Бір арманы үйлендіру еді ахат жанды. Бір арманы Меккеге үлкен қажылық.
өзі де дайындады ақ көйлек ырым қылып. Алла алды, амал жоқ, аңырап қалдық, аспанға ұшырды, періштеге айналдырып. Жас болса да, бас болған бәрімізге, сағына жылаймыз жасымызда, кәрімізде. Ақ жолға, шын ниетпен нық тұруға, еңбегің зор зәурешім тәрбиелеген. Біз білмеппіз, құдіретті Алла өзі білер, зәурешіміз тындырды қанша жақсы істер. Бар жақсылықпен жер бетінде жасап кеткен, оң амалмен толсын жаным есеп дәптері. Бақұл бол, бауырымыз, қимаймыз мүлдем, ісің биік, ізің жарқын келмейді өлді деуге. Өзіңмен бір жүздескен ел біздер барда, сақтаймыз жақсы атыңды мәңгі есте. Біз барда өзіңді сүйген жездем, ұрпақ барда, артыңнан үзілмейді құран дұға. Ақ халатты киген ұлы ісің барда, ұмытпайды ел, жыр қылады ғасырларға. Десе десін, демесін біздер үшін, зәурешіміз жол сілтеген әулиесің. Әулетін бәрімізді сүйген елді, зәурешімнің аруағы желеп жүрсін. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربم يا رحمن الرحيم. يا Allah Tağlam, бүгін біз рахмерлі Зәуреш Әлімқызын анамыздың 40 күндігін еске алып тұрмыз. Жүрегімізде сағыныш, тілімізде шүкір, көңілімізде оның мейірімі, еңбегі мен өмірлік ізі. Аллам, анашымыздың рухын шексіз рахымыңмен қоршай көр. Ол бұл дүниеде ауыртпалық емес, керісінше адамдарға шипа сыйлаған, үміт берген, жанға жылулық әкелген дәрігер болды. Раббим, мен ұмытпайтын сол түндерді, ол жұмыстан шаршап, кешкі 8-9-да үйге оралатын. Қолдары тоңып, жүрегі жылы, күлкісі мен мейірімі үйге тыныштық алып келетін. Өзінің шаршағанын білдірмей, балалар үшін, отбасы үшін қайтадан күлімсірейтін. Осы адалдығы, сабыры, мейірімі оған мәңгілік нұр болсын, я Раббым. Я Аллах Тағала, оның әрбір қабылдаған науқасы, жазған ем-домы, айтқан жылы сөзі қияметте оған нұр болып жолдас болсын. Оның адамдарға жасаған қайырын еселеп сауапқа айналдыра көр. Оның қабірін нұрға бөлеп, кеңде тыныш ете көр. Қараңғылық пен қорқынышты сақтай көр. Періштелердің мейірімді сәлемімен қарсы алғыздыра көр. Қабірін жаннат бақшаларынан бір бақша ете көр. Я Аллах Тағалам, оның күнәларын кешір, жақсы амалдарын қабыл ет. Ол жүрегімен сүйді, жанын салып еңбек етті, туған туысына, балаларына, науқастарына әрдайым мейірім көрсеткен. Сол мейірімі оған шапағат болып қайтсын. Я Раббим, артында қалған балаларына, ағайын туыстарына сабыр, иман, қуат бере көр. Олар анасының жақсы есімін, еңбегін, тәрбиесін ұмытпай, сауапты іс жасайтын ізгі ұрпақ болсын. Я Аллах Тағалам, анамызды жаннат бақтарына кіргізіп, жүзін нұрға бөлеп, амал дәптерін оңынан бере көр. Иманмен өткен барша мұсылмандардың да қабірін нұр мен тыныштыққа толтыра көр. Бізге де иман, мейірім, сабыр бере көр. Ата-анасының рухына дұға етуді жалғастыратын ізгі ұрпақ ете көр. Жүрегімізге тыныштық, өмірімізге береке нәсіп ете көр. Анашымның рухы разы болсын. Біз оны қатты сағындық, бірақ сенің уәдең ақ жаннатта қайта қауышыңды нәсіп ете көр. Я Рахман, я Рахим. Амин.